Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз бағаншаны азайту деп аталады. Біз алдыңғы сабақта бағанша арттырған болатынбыз. Енді осы 24 шалмасыз бағаншадан тұратын сақиналы шеңберді азайтамыз. Алдыңғы сабақта бағанша арттыру үшін бір шалмасыз бағаншаның бүтін үлпілдегінен екі шалмасыз бағанша тоқыған болатынбыз. Енді бағаншаны азайту үшін екі шалмасыз бағаншаның үлпілдектің алдыңғы қатарынан ілмегімізбен іліп азайтатын боламыз. Ол үшін бірінші шалмасыз бағаншаның үлпілдектің алдыңғы қатарынан ілмегімізді іліп аламыз. Сосын тағы да келесі шалмасыз бағаншаның үлпілдектің алдыңғы қатарынан іліп аламыз. Ілмегімізде 3 жіп пайда болады. Жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі 2 жіптен шығарамыз. Ілмегімізде 2 жіп қалды. Тағы да жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі 2 жіптен шығарамыз. Бағаншаларымызды осылай азайтамыз. Тағы да келесі 2 шалмасыз бағаншаның үлпілдектің алдыңғы қатарынан іліп аламыз. Ілмегімізде 3 жіп пайда болды. Жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі 2 жіптен шығарамыз. Тағы да жұмыс жібімізден жіп іліп алып, ілмектегі 2 жіптен шығарамыз. Осылайша айналдырып, азайтып, тоқып шығамыз. Енді осымен менің ілмек пен тоқыма тоқуды нөлден үйрену сабағымның аяғына жетіп қалды. Сол үшін менің арнама тіркеліп алыңыздар. Алда талай қызықты дүниелер тоқып көрсететін боламын.